Сәлематсыңдар ма балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жануарлар қайда тіршілік етеді. Балалар, сабақты бастамас бұрын мына өлеңге назар аударайық. Сәттілік біздер тілейік. Мен саған, сен маған. Күндей күліп жүрейік, күннің нұрын төгейік. Мен саған, сен маған. Ал енді балалар, топқа бөлінейік. Топтың аты: бірінші топ орман, екінші топ тау, үшінші топ су қойма, төртінші топ дала. Балалар, топқа бөлінгеннен кейін біз топ ережесін құрайық. Топ ережесінен біріншісіне сыныпта тыныштық сақтау. Әр топ мүшелері топ басшыға бағыну. Әр істелетін жұмысты топ мүшелерімен ақылдасу, ортақ шешімге келу. Топ мүшелерінің пікірмен санасу және де тапсырманы орындау кезінде барлық топ мүшесі атсалысу керек. Балалар, біздің алтын ережемізді сақтайық. Солай әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Ал енді балалар, жануарлар қандай топтарға бөлінеді? Яғни кім жылдам ойынын ойнайық. Жануарларды омыртқалы, омыртқасыз деп екі топқа бөлеміз. Кәне, өзіміз омыртқалы және омыртқасыз жануарларға қандай жануарлар жатады? Соны тезірек сызбамен көрсетіп жазып шығайық. Жарайсыңдар балалар, олай болса сабағымызды мақсатын қойып алайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты жануарлардың қайда тіршілік ете алатынын білетін боламыз, және мекендейтін жеріне қарай жануарларды топқа бөлетін боламыз. Ал енді балалар, біз сөздік жұмысын жүргізейік. Кеңістік, пространство, speak. Тіршілік ортасы, среда обитания, habitat деп аталады. Жақсы, ал енді балалар, мен сендерге лездеме деген сұрақ ойынын ойнайық. Жер бетінің қай жерінде өсімдіктер тіршілік ете алады? Өсімдіктер тіршілік ету ортасына қарай қандай топқа бөлінеді? Жануарлар қандай топқа бөлінеді? Осы сұрақтың жауабын тездетіп маған жазып көрсетіңдер. Жарайсыңдар балалар. Олай болса келесі тапсырмамызға көшейік. Бізде жұптық жұмыс, зерттейік. Бірінші жұп орманда тіршілік ететін жануарлар, екінші жұп су қоймада тіршілік ететін жануарлар, үшінші жұп далада тіршілік ететін жануарлар, төртінші жұп мұздаймақта тіршілік ететін жануарлар, бесінші жұп тауда тіршілік ететін жануарлар, алтыншы жұп шөлде тіршілік ететін жануарлар, саваннада тіршілік ететін жануарлар бар, сегізінші жұп мұхитта тіршілік ететін жануарлар, тоғызыншы жұп теңізде тіршілік ететін жануарлар, оныншы жұп топырақ астында тіршілік ететін жануарлар, 11-ші жұп шалғында тіршілік ететін жануарлар, 12-ші жұп шөлейт жерлерде тіршілік ететін жануарлар туралы жазамыз. Қандай жануарлар осы аталған жерлерде мекендейді, сол жануарлардың атын жазып шығайық балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, кітаптағы берілген мәтінді 5 минут оқимыз. Сөйтіп, әр топтан бір елші шығып, сол оқыған мәтінді келесі топқа айтып береді. Жақсы, қазір енді балалар топпен жұмыс жүргізейік. Бірінші топ жануар сөзінен 5 жолдөлең құрады. Екінші топ фишбоун әдісі бойынша жануарлардың тіршілік ортасын анықтайды. Үшінші топ жануар тіршілік ететін орта қалай аталады? Соны топтастырамыз. Төртінші топ 9 ромб әдісі арқылы жануарлар қайда тіршілік етеді түсіндіреді. Олай болса 10 минуттық үзіліс берейін. Сол 10 минуттық уақытта осы тапсырманы орындайық.
Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Жеке жұмыс ретінде дәптермен жұмыс жасайық. Дәптерге жануарлардың тіршілік ортасын сипаттайық. Және тіршілік орталарын ажыратайық. Дерек көздердегі ақпараттың артықшылығы мен кемшілігін анықтаймыз. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жүргізейік. Маған барлығы қызықты өтті, сабақ өте тамаша болды дегендерің бірінші тауды бояйық. Маған сабақ түсінікті дегендерің екінші тауды бояймыз. Ал маған түсініксіз, маған әлі үйренерім көп дейтіндерің үшінші тауды бояйық. Осымен бүгін біз өз жұмысымызды аяқтаймыз. Осымен сабағымыз балалар аяқталды. Үйге тапсырма ретінде оқулықтың 37-ші бетін оқып, мазмұнын айтамыз. Қош, сау болыңдар балалар.